Саламатсыздарбы оқушылар. Бүгінгі біздің видеомыз екі таңба саны, бір таңба саны ауызша және жылдам көбейтуге арналған. Ол үшін біз қарапайым үлестердің қасиетін пайдаланамыз. Ол үшін В қосылған С және осы екі қосылғышты бір таңба санға көбейтетін болса, А деген онда біз үлестердің қасиет бойынша әрбір қосылғышты жеке-жеке көбейтіп нәтижесінде қосамыз. А, В қосу А, С. Енді біз осы қасиетті екі таңба санды бір таңба санға көбейтуге пайдаланамыз. Ол үшін мысал ретінде 27-ні біз көбейтейік 4-ке тең болады. Мына сан бізде екі таңбалы. Біз оны 20 қосу 7 деп жіктейміз. 20 қосу 7. Және оны 4-ке көбейту керек. Ол үшін дәл мына қасиет пайдаланамыз. 20 мен 4-ті көбейтеміз. 80 болады. Қосу 4 пен 7-ні көбейтеміз. 28 болады. Нәтижесінде 108 деген сан шығады. Енді дәл осы қасиетті келесі жолы күрделендіріп түсіндірейік. 27-ні енді біз көбейтейік 6-ға. Ол үшін дәл жаңа қасиет. Яғни енді бізде бір ерекшелігі бұл жердің. Енді біз 2 алтын 12 деп айтамыз да, ойымызда 12-ні сақтап тұрып, мына 2 ондық болғандықтан біз оны артынан өлтіртеміз. Яғни 2 алтын 12 нәтижесінде 120 шығады. 2 алтын 12 120 қосу 6-7 42 тең. Нәтижесінде енді мына екінші қосылғышты біз мына қасиет пайдаланып тағы да жіктеп үйренуіміз керек. Ұмытпаңыздар, сіз бұл процесс міндетті түрде мида жүру керек. Келесі 120 қосу 40 қосылған 2 деп аламыз және мына екеуін тағы да қосып аламыз. 120-ға 40 қосатын болсаңыздар 160 шығады және оған 2-ні қосатын болсаңыздар 162 деген сан шығады. Яғни сіздер ұмытпаңыздар, адамның миы өте керемет дүние. Бір ғалымдардың жалпылама есептеуі бойынша адамның миы 125 петабайттан тұрады. Яғни 1 петабайтта 1.048.576 гигабайт тұрады. Егер қызықсаңыздар, өздеріңіз әрмен қарай жалғастырып іздеулеріңізге болады. Келесі мысалды алайық. 83-ті көбейтейік 7-ге. Дәл жаңа қасиет пайдаланамыз. 7-8-ім 56, енді біз 56 деп айтпаймыз. 7-8-ім 56 екенін біз білеміз, бірақ бірден ондық болғандықтан мүмкінге жібереміз. 7-8-ім 56, 560 деп жазамыз. Қосу 3-ім 21, қайта жүреміз. 560 қосу 20, қосу 1 болады. Мына екеуін қосып аламыз. Яғни қосқан кезде 580 болады, оған 1 қоссақ 580 болады. Дәл осылай сіз үйде мысал ретінде екі таңбалы сандарды алып, соларды таблица ретінде құрып, үйден өзіңіз дайындалсаңыз болады. Бұл сізге үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Рахмет.